психология, педагогика негіздерінің қажеттілігін дәлелдеп, осы бағдарлама енгізген болатынбыз. Неге деген сұрақ туындайды? Себебі бүгінгі таңда біздің педагогтар қауымы осы қашықтан оқытуды ұйымдастыру жағдайында оның оқушыға қандай әсері бар? Үш бірлік, яғни оқушы, ата-ана, мұғалім. Осы үш бірлікте қашықтан оқыту процесі қалай жүргізіледі? Соған байланысты бізде мына білім беру бағдарламасының жобасын құрастыру кезінде осындай бізде тақырыптар енгізілген болатын. Модульді де соған бағыттап, нормативтік және психология, педагогикалық негіздер деген модульді енгізе отырып, осыған байланысты біз педагогтар қауымын осы бағытта үйретуді де жөн көріп отырмыз. Негізі, бағана осы вебинардың барысында жалпы бүгінгі таңдағы педагогтардағы ең өзекті мәселе қашықтан оқытуды қалай ұйымдастыру керек. Әсіресе сабақты қашықтан оқыту барысында сабақты ұйымдастыру жобасы. Ол жобаны жасау кезінде біз қандай алгоритмді негізге алатындығымыз. Мінекей осы барысында көптеген мәселелерде тоқталып өтті. Асқар Тоқпановичтің мысалға баяндамасы, одан кейін Лариса Геннадьевна практика түрінде соны көрсетіп өткен болатын. Одан кейін біздің Елдос Набиуллаұлы, мен көп рахмет айтқым келеді. Себебі осы жұмыстың басы қасында күні-түні жұмыс жасауға Елдос Набиуллаұлы мен Асқар Тоқпанович және Алина Сунтакина осы білім беру бағдарламасын жасау барысында біздің арамызда көптеген пікірталастар туындап, одан кейін бір шешімге келіп, 80 сағаттық білім беру бағдарламасын жасап, соған сәйкес әдістемелік құрал дайындалған болатын. Жаңа Әселжан Газина өте жақсы айтып өтті. Осы психология, педагогикалық негізі бізде осы әдістеме нұсқаудың ішінде жазылып, білім министрлігіне біздің осы оқу әдістемелік кешен ұсынылған болатын. Енді қысқаша тоқталып өтейін, жалпы біздің бүгінгі таңдағы ең мәселе қашықтан білім беруді ұйымдастырудағы нормативті құқықтық қамтамасыз ету. Ең бірінші мен сіздерге айтайын, осы қашықтан оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ережелері ең алғаш рет 2002 жылы бұл ереже жасалған болатын. Қашықтан оқыту, мен айтайын, Қазақстан үшін бүгінгі мәселе емес, бұл жылдар бойы қалыптасып келе жатқан қашықтан оқыту болатын. Себебі 2007 жылы елбасы 3 қыркүйек күні онлайн режимде Тайып пәнмен сабақ өткізген болатын. Содан бастап 2008 жылдан бастап мектеп мұғалімдері онлайн режимде интерактив сабақ өткізген болатын. Осының барлығы осы ережеге сәйкес жүргізілді. Енді бұл ереженің негізінде 2020 жылдың 13 сәуірде 141 бұйрық бойынша білім және ғылым министрлігінің ол жерде жазылған педагог, мектеп басшы, пән мұғалімі және оқушының рөлі қандай екендігі осы ережеде көрсетілді. Одан кейінгі біздің негізге алғанда құжатымыз 2020-25 жылдарға арналған білім беруді және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Одан кейін цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы. Бұл жерде педагогтардың цифрлық сауаттылығы, цифрлық құзырлығы және цифрлық қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етуге байланысты осы мемлекеттік бағдарламаға байланысты модель жасалды. Одан кейін бүгінгі таңда ең өзекті мәселе киберқауіпсіздік тұжырымдамасы. Бұл киберқауіпсіздік тұжырымдамасы бойынша да бірнеше нені тоқталып өтуге болады. Одан кейін білім және ғылым министрлігінің 8 сәуірдегі 135 бұйрығынан бастап қарап отырсаңда әрбір бұйрықтың өзінде
бұйрыққа қатысты әдістемелік нұсқаулар дайындалған. Яғни оның ішінде электрондық оқу материалдарына арналған әдістеме нұсқау. Одан кейін жалпы білім беретін мектептерде қашықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістеме нұсқаулар. Одан кейін қашықтан оқыту аясында білім алушылардың оқу тапсырмаларын және өзіндік жұмыстарды орындау бойынша педагогтарға арналған әдістеме нұсқау. Мінекей қарап отыратын болсаңыздар, осындай бірнеше нормативтік құжаттардың аясында біздің жаңағы осы болашақта педагогтар қауымына өткізілетін біліктілікті арттыру курстарына осы мәселеге қысқа тоқталып өтуді жөн көрдік. Сонымен қатар жаңа айтылып өтті, қашықтан білім беру технологиясы негізінде оқу процесін ұйымдастыру ережесі. Бұл ереженің өзі 2002-ден бастап есептегенде осы уақытқа дейін бірнеше рет жаңағы өзгертіліп отыр. Жақында ғана тағы да өзгеріске енгізілген ол 2020 жылдың жаңағы 13-ші сәуірінде. Одан кейінгі тағы бір құжат қашықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесінің ұйымдастыру қағидалары. Бағана айттық, бұны онлайн және офлайн режимде өткізуге болатындығы, оған сәйкес біздің технологиялар теледидар, желілік технология, кейс технология бойынша ұйымдастыру процестері осы қағиданың негізінде көрсетілген. Одан кейін онлайн және офлайн режимде қашықтан оқыту процесінің қалай ұйымдастыруға болатындығы көрсетіліп отыр. Одан кейін барып осы қашықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар. Қандай талаптар қойылады? Білім алушылар үшін оқу әдістемелік және ұйымдастыру, әкімшілендіру ақпараттарына беттері бар білім беру порталы немесе ақпараттық жүйе. Екінші, телекоммуникация желілерге шығатын жабдықтар. Ол интернет-технология, спутниктік телеарналар, цифрлық білім беру ресурстары. Құрметті әріптестер, жаңа цифрлық білім беру ресурстары жөнінде айтылып өтті. Оның ішінде бағана бірнеше интернет платформалар жөнінде айтылды, күнделікті айтты. Одан кейін Google Classroom, сонымен қатар осы модуль, бұл қашықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған модуль платформасы. Бұл платформа 2007 жылы ЮНЕСКО-мен бірлесе отырып, біліктілікті арттыру институттарының аймақтық барлық IT мамандары осы бойынша бізде курстан өткен болады. Біз жылына 4 рет осы модуль платформасы бойынша ЮНЕСКО көлемінде өткізіп, қашықтан біліктілікті арттыру курстарының макетін дайындаған болатынбыз. Сондықтан да осы модуль платформасында бүгінгі таңда бұл өзектенім әлі жойған жоқ деп есептеймін. Бұл модульдік объектке бағытталған динамика оқу ортасы болып табылады. Осы ортада бұл ортаның модуль дегенді біз қарапайым тілде айтып, бүгінгі таңда қашықтан білім беру технологиясын жүзеге асыру мен электрондық оқытуға бағытталған сайттарды құру жүйесі. Оның ішінде жаңа цифрлық білім ресурстарын осы ортада жүргізуге болады. Сонымен қатар модуль бұл тегін. Бұл бұны бүткіл әлем бойынша қазір пайдаланып жатыр. Сонымен қатар бұның өнімділігі өте жоғары. Бұл ортада біз теориялық және практикалық материалдарды құра аламыз. Яғни басқаша айтқанда электрондық білім ресурстарын осы ортада құруымызға мүмкіндік береді. Теориялық цифрлық білім ресурстарын құрастыру кезінде мына жерге қарап отырсақ, әртүрлі материалдарды енгізуімізге болады. Сонымен қатар бұның тағы бір ерекшелігі, осы ортада біз форум, чат, түрлі жаңағы коммуникациялық жұмыстарды жүргізе аламыз. Сонымен қатар тест алған кезде де бұл тест алудың бірнеше вариант нұсқасы енгізіледі.
ката бұл деректер қоры бар. Осы деректер қорында бүткіл біздің жасаған жұмысымыздың барлығы осы жүйеде енгізіледі. Бұл жүйені мен айтар едім, бүгінгі таңда бүткіл біздің облыстық институттардың ішінде Қарағанды облысы, Павлодар, Шығыс Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы кезінде осы жүйе бойынша қашықтан біліктілікті арттыруды бастаған болатын. Сондықтан да осы платформаны мен тағы да сіздерге түсіндіргім келіп отыр. Себебі бұл жөнінде тәжірибе біздің аймақтық институттарда бар деп есептеймін. Сондықтан мына қашықтан білім беру жүйесі қай ортада десе, осы модуль педагогтарға не береді. Модуль ортасында педагогтар өзінің цифрлық білім ресурсын құра алады, оқу процесін басқара алады, онлайн консультация жүргізе алады. Ал оқушыға не керек десек, ол білім беру бағдарламасы. Тест материалдарды меңгеріп, тестпен өтіп алады. Сонымен құрметті әріптестер, осы қысқа да нұсқа жаңағы сіздерге айтып бергеніміз болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Сәулет Алапиденна, рахмет. Жаңа Асқар Тоқпанұлы техникалық себептерге байланысты кісәлі үзіліп кеткен екен, сол бір-екі ауыз сөз сұрайды, аяқтайыншы деп сөйлемдерін. Сондықтан Асқар Тоқпанұлы, сөз сізде. Бір-екі ауыз пікіріңізбен қорытындылаңыз, баяндамаңызды. Рахмет. Енді мына техникалық ақаулыққа байланысты интернет желісінен шығып кеттім. Баяндамам аяқталмай қалдым. Әрине дегенмен мына бір-екі сөз тағы да қосымша айтып жіберейін деп едім ғой. Себебі мына қашықтықта оқыту ол деген жалпы орысша айтқанда дистанционное обучение требует комплекс мер. Жалпы мына оқу процесін ұйымдастырудан басқа, мысалы мына жаңа Әсел коллега айтып отырған сияқты психолог, педагогическое сопровождение требует деген сияқты. Сол сияқты жаңағы бұл қашықтан оқыту санитар норм правил деген бар ғой жалпы. Осы сонында сақтауын талап етеді. Сондықтан қазір мен мында бір слайдымды көрсеткім келіп отыр. Мысалы, көрініп тұр. Бұл да мысалы басында мен айтып кеттім ғой, жаңағы Ыбырай Алтынсариннің академиясының зерттеуі бойынша, осы пандемия кезінде қорытынды бойынша, мына респонденттердің төменде көрсетіліп тұр. Көзге нагрузка түсіреді деген жаңа пайызы күнделікті режим бұзылуына 41%, қашықтықта оқудың мектеп оқушыларының денсаулығына әсер етеді зерттеудің маңызды аспектісі болды. Респонденттердің көздің көру жүктемесін және күнделікті режим бұзылуыны пайыз бойынша көрсетіліп тұр сізде. 41% көзге нагрузка түседі дейді, жаңа күнделікті режим бұзылу 25%. Сондықтан бұл өте маңызды сұрақ. Енді мына Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің бұйрығы бар, санитарный нормы и правил деген. Мына мектепке дейінгі ұйымдар мен бірінші сыныптарға 15 минуттан аспау керек, мысалы. Екінші, үшінші сыныпқа дейін 20 минуттан кейін аспау керек, 4-ші, 5-ші сыныпқа 25 минуттан аспау керек, 6-ші, 8-ші сынып 30 минуттан, және 9 бен 11-12 сыныпта 35 минуттан аспау керек деген. Яғни осы талаптарды да сақтау керек. Себебі енді мана коллегаларымыз айтып отыр, дұрыс, онлайн режимде болғасын, енді контакт баламен басқаша, жаңағы эмоционалды түрде немесе басқа да энергетический өрінде де контактында жоқ деген сияқты. Дегенмен осындай режимді сақтау қажет. Яғни үнемі баланың оқуға мотивациясын ұстап отыру, сосын қызығушылығын төмендетпеу үшін деген сияқты. Осындай негізгі талаптардың бірін осы ұйымдастырушы оқытушылар сақтаса деген осындай ұсыныстарым бар. Осымен енді аяқтайын. Әрине айтатын тағы да біраз заттар бар еді, слайдтарым да бар еді, бірақ мына желінің ақауына байланысты интернет желіміне осындай баяндамам жүргізу қажет болды. Енді рахмет назарларыңызға, сіздерге де сәттілік тілеймін.
Рахмет, Асқар Тоқпанұлы. Енді біз бүгінгі отырысымыздың бағдарламасы бойынша әріптестерімізге де ашық микрофон ұсынуға тиіспіз. Менің байқағаным, мұнда 17 филиалдың ішінде жетекші рөлге ие біздерде өте керемет филиал бар. Сол Қарағанды облысынан Сәулештем кешіміне бастаған филиал. Және бүгінгі отырысқа да ол кісі өзі тікелей қатысып отыр екен. Сәулештем кешіміне мүмкіндік болса, егер онлайнда болса, ашық микрофон алып пікір білдірсе деп ойлаймын. Жарық қадірлі әріптестер, біріншіден көптен көп рахмет. Ұйымдастырып, мынадай әдемі семинарда нақты қазір керек сұрақтарды шығарып, мен жаңа чатта жазған болатын өз әріптестеріме. Сократ айтқандай, я знаю, что почти ничего не знаю. Өзім шошып отырмын, честно говоря. Абсолютно, шынымды айтсам, сама я информатик, математик. Много лет отдала школе, последние годы в системе повышения квалификации. Бачит, люблю свою работу, люблю методику, но я в тихом ступоре от тех задач, которые нам предстоят. И я просто преклоняю голову перед учителями. Вот, коллега с Алматы, огромное спасибо. Ну, настолько интересно, настолько понимаю, что, поменялись внутри процессы, которые, наверное, может быть, по специфике нашей работы